Қыдыр ата жайлы Құранда айтылғанын білесіз бе? Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Бұл оқиғаны шамамен 20 жыл бұрын туған атам Әділжан айтып берген болатын. Енді Құранда оқиғалардың барлығын жақсы көреміз ғой, бірақ бұл оқиғаны мен ерекше қатты жақсы көремін. Тіпті Құрандағы сторителлинг рубрикамыздың осы бағдарламаның басталуына тікелей себепші болған оқиға осы Қыдыр атаның оқиғасы. Енді Құранда Қыдыр деп келмейді, Хидр деп келеді. Оны біздің ата-бабамыз Қыдыр деп кеткен. Бұл кісінің оқиғасы Құранның Каф сүресінің 60-82 аяттарында келеді. Ол Мұса алейхиссалам заманында өмір сүрген. Күндердің бір күнде Мұса пайғамбар Алладан сұрайды ғой: "Я Раббым, жер бетінде менен білімді адам бар ма?" деп. Сонда Алла тағала: "Бар, ол Хидр" дейді. "Мен оны қалай таба аламын?" дейді Мұса алейхиссалам. Сонда Алла тағала: "Екі теңіздің қосылған жағына барсаң таба аласың" дейді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам қасына қызметшісі Юшух ибн Нунды алады. Юшух себеттің ішіне балық салып алған, жолда жейміз деп. Сөйтіп екі теңіздің қосылған жағына барады. Былай қарайды жоқ, былай қарайды жоқ. Сөйтіп Мұса: "Жағасымен жүре берейік, кездестіріп қалармыз" дейді. Сөйтіп екеуі жолға шығады. Сол уақытта Юшух ибн Нунның жаңағы балығы себеттен секіріп теңізге түседі. Оны Юшух ибн Нун айтуға ұмытып кетеді. Сөйтіп жарты жолға келгенде Мұса алейхиссалам: "Юшух, жаңағы балық қайда? Бір обедке жеп тастамадық па?" дейді ғой. Сөйтіп Юшух: Мен или өзім ұмыттым, или шайтан ұмыттырды. Жаңа ол балық себеттен секіріп теңізге түсіп кеткен" дейді. Сөйтіп Мұса алейхиссалам: "Жарайды, артқа қарай жүріп көрейік, мүмкін бір жағада жатқан шығар" дейді. Сөйтіп екеуі артқа келе жатқан кезде алдарынан бір кісі шығады. Мұса алейхиссалам оның кім екенін бірден біліп, Юшухқа: "Сен үйге қарай жүре бер, дальше я сам" дейді ғой, былайша айтқанда. Сөйтіп Мұса алейхиссалам жаңа кісіге барып: "Мен сіздің кім екеніңізді білемін. Маған сіз жайлы Алла тағала айтты" дейді. Сөйтсе алдында тұрған Хидр алейхиссалам екен. Мұса пайғамбар Хидрға: "Алланың берген білімін менімен бөлісіңізші" дейді ғой. Сөйтіп Хидр алейхиссалам қарап тұрып: "Сенің білім алуға сабырың жетпейді" дейді. Қараңызшы, пайғамбарға сөйтіп айтып тұр ғой. Мұса алейхиссалам кішігірім шоке болып тұр ғой енді. "Жоқ, иншалла сабырым жетеді" дейді. Сөйтіп Хидр алейхиссалам: "Онда мен өзім түсіндірмейінше бір іс-әрекетті жасағанда, не үшін олай жасадың деп сұраушы болма" дейді. Мұса алейхиссалам келіседі. Сөйтіп екеуі портқа қарай барады. Барғанда оларды бір кеме күтіп тұр екен. Мұса алейхиссалам таныстар болса керек, ішке кіргізіп жібереді. Ақысын да төлемейді. Сөйтіп кеме теңізге жолға шығады. Жарты жолға келгенде Хидр алейхиссалам кеменің ағаштарын тесіп сындыра бастайды ғой. Оны көрген Мұса алейхиссалам: "Не істеп жатсың? Бұл кісілер бізге қамқорлық жасап тегін кіргізіп жіберді ғой. Рахметің осы ма?" деп түсінбейді. Сол кезде Хидр алейхиссалам: "Айттым ғой, сенің сабырың жетпейді." Сөйтіп Мұса алейхиссалам: "Болды, енді сұрақ қоймаймын" деп өзін басады ғой енді. Сөйтіп кеме бір жерге тоқтайды, екеуі кемеден түседі. Жолда келе жатқан кезде алдарынан бір топ бала кездеседі. Хидр алейхиссалам барып, бір баланы ұстап, қылғындырып, өлтіріп тастайды. Бұны көрген Мұса алейхиссалам: "Не істеп жатсың? Жазықсыздан жазықсыз неге балаға қол жұмсайсың? Саған не істеп қойды ол?" деп енді ашулана бастайды ғой. Сонда Хидр алейхиссалам: "Айттым ғой, сенің білім алуға сабырың жетпейді" дейді. Мұса алейхиссалам: Болды, енді артық сұрақ қойсам болды, екеуміз екі жаққа кете берейік" дейді ғой. Сөйтіп екеуі сол жақтағы бір елді мекенге барады. Бұл кісілер енді таныс емес адамдар ғой, ешкім қонаққа кіргізбейді, қарындары аш. Сөйтіп ауылдың шетінде келе жатқан кезде Хидр алейхиссалам: "Ана құлайын деп тұрған қабырғаны көрдің бе? Жүр, соны екеуміз жөндейміз" дейді. Мұса алейхиссалам шаршап тұрса да енді екеуі барып бір қабырғаны жөндей бастайды ғой. Сөйтіп біраз уақыт жөндеп керемет қылып тұрғызып қояды.
екеуі шаршап тұрса да, қарындары аш болып тұрса да, ешкім қонаққа кіргізбесе де біреудің қабырғасын жөндеп берді. Біткен соң Мұса алейхиссалам, мына үйдің иелеріне барып айтайық та, бізге ақысын төлесін, хотя тамақ берсін, қабырғаларын четко жөндеп берді ғой дейді ғой енді. Әйтсе не үшін жөндедік деп. Сол кезде Хидр алейхиссалам, болды Мұса, осы жерден екеуміздің жолымыз қақ айырылады дейді. Кетерде жаңа жасаған іс-әрекеттерімді не үшін жасағанын түсіндіріп берейін дейді. Біріншіден, кеменің ағаштарын сындырғаным, ол кемені кедей-кепшіктер ортаға ақша тастап сатып алған. Ал біз кетіп бара жатқан жолда бір залым патша бар еді. Ол түр әдемі жаңа кемелерді көрсе тартып ақ қоятын. Сондықтан да мен ол залым патшаның көзіне түспес үшін кемеге қолдан зиян тигіздім дейді. Сөйтіп біз залым патшадан аман шықтық. Екіншіден, мен ана баланы өлтіргенім маған Алла белгі берді. Бұл бала өскенде әке-шешесін зар қақсататын өте жаман, өте тәрбиесіз бала болады. Маған ол баланы өлтіруді бұйырды. Мен өлтірдім. Алла ол баланың орнына ол керемет әке-шешеге өздеріне лайықты бала нәсіп етеді дейді. Қараңыздар, бұл екеуінен де білетініміз, жалпы адамның өмірінде бір сынақ келуі мүмкін. Адам сол сынақтан қатты қайғыруы мүмкін. Бірақ Алла мейірімді ғой. Сол сынақ арқылы алда келе жатқан үлкен қауіп-қатердің алдын алып тұрған болуы мүмкін. Сондықтан да сынақ келді ме, Алланың мейірімі деп қабылдауымыз керек қой. Үшіншіден, біз қабырғасын жөндеп берген үйдің егесі өте ізгі адам еді. Ол кісі қайтыс болды. Артынан 2 жетім баласы қалды. Әкесі тірі кезінде қабырғаның астына балаларына қазына тығып кеткен. Мына қабырға құлағанда ауылдың адамдары талан-таражға салып байлықты таратып алатын еді. Біз жөндеп бердік, иншалла ол байлық сол 2 балаға қалады дейді. Бұл оқиғамен Алла не айтып тұр? Жалпы өмірде барлығымыз балаларымыз үшін уайымдаймыз ғой. Бұлардың болашағы не болады, тәрбиесі не болады, дұрыс тәрбие беріп жатырмын ба, қандай бала өседі дегендей. Ал Алла болса, сен балаларыңды уайымдама, сен өзіңді уайымда. Егер сен ізгі адам болсаң, балаларыңа өзім қамқорлық жасаймын деп. Бұл оқиғада 2 жетім балаға көмек керек болып еді, Алла тағала пайғамбар мен білім иесінің қабырғасын жөндеуге жіберіп тұрды. Не үшін? Кезінде бұл балалардың әкелері ізгі адам болған екен. Қараш, тіпті өмірден әкелері өтіп кетсе де, балаларына көмек керек болған кезде Алла тағала өз назарына тастаған жоқ. Хидр алейхиссаламның оқиғасы Құранда осылай баяндалған. Қыдыр ата деген осы бауырлар. Ол кісі бір 40-тың бірі, болмаса бір Наурызда келіп кететін, бір Қадір түні келгенде бір келетін кісі емес. Ол Мұса алейхиссалам заманында өмір сүрген өте білімді адамдардың бірі болған. Осы Кахф сүресін пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға тәпсірлеп айтып беріп жатқанда, егер Мұса алейхиссалам сәл сабыр қылғанда, Хидр алейхиссаламнан бізге көп білім қалар еді дейді. Қараңыздар, бұдан білетініміз жалпы адам бір білімге қол жеткізу үшін сабырлы болу керек екен ғой. Сондықтан да осы біздің жасап жатқан Құранда оқиғалар соңына дейін тыңдап, сабыр етіп жүргендеріңіз үшін рахмет. Алла барлығымызға қайырлы, берекелі білім нәсіп етсін. Күшті білімді өзіңіз ғана ала бермей, басқалармен де бөлісіп отырыңыз. Сіздер коммент жазып, репост жасаңыздар. Ал біз Құрандағы ең керемет оқиғаларды сіздерге қарапайым түрде жеткізуге тырысамыз. Рахмет.